Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін саңырауқұлақ қосылған жульен дайындаймыз. Алдымен тауық етін орташа көлемде 4 бүріште етіп кесеміз. Пиязды орташа шеңбер етіп кесеміз. Саңырауқұлақты да орташа көлеммен 4 бүріште етіп кесеміз. Менде алдын ала кесілген мұздатылған саңырауқұлақтар. Қызып тұрған табаға сұйық май құйып, үстіне пиязды салып, қызарғанша қуырамыз. Содан соң саңырауқұлақтарымызды саламыз. Егер де сізде мұздатылған саңырауқұлақ болса, онда суы сарқылғанша қуырып, дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Саңырауқұлақтың суы сарқылған соң тауық етін қосып, оттың қатты жылдамдығында тауық етін дайын болғанша қуырамыз. Енді үстіне кілегейді құйып, оттың төмен температурасында 5-10 минут бұқтырамыз. Кілегей міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Сол кезде сіздің кілегейіңіз іріп кетпейді. Кілегей қоюлана бастаған кезде үстіне ірімшікті үккіштен өткізіп, тағы да 5 минут бетін жауып бұқтырамыз. Осымен біздің жульен тағамымыз дайын. Тағамды таңғы немесе кешкі ас ретінде қолдансаңыз болады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.